Сонымен 2015 жылы мен сізден неден қорқатыныңыз жөнінде сұраған болатынмын. Иә, өмірімде індеттің таралуы мен үшін ең үлкен алаңдаушылық. Ендеше маған сұрақты өзге тұрғыдан қоюға рұқсат етіңіз. Менің ойымша болашақта вакцинаны енгізу 3 не 5 жылға созылуы мүмкін. Сіздің үмітіңіз неде, не нәрседен үміттенесіз? Мен бұл әлемді біріктіреді деп сенемін. Айтқым келгені, екінші дүниежүзілік соғыстан соң жаңа ұйымдарды құру өзге әлемдік соғыстардан сәтті бас тартуға жағдай жасады. Және бұл керемет құбылыс. Біз ядролық қаруды қақтығыстардың бөлігі ретінде қарастырмадық. Біз бұл мәселелерді дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы сынды мекемелермен байланыстыра отырып шештік. Бұл өте қайғылы оқиға. Бұл жағдайдың жақсы жақтары оның тудырған мәселелерінің орнын толтыра алмайды. Індет Еуропа мен ақш-тың көптеген елдерінде белең алып, аурудың таралуы мен ойлағаннан да үлкен шығынға алып келді. Біздің қазіргі уақытта ауруды анықтаудағы тесттің жақсы жүргізілуін меңгеріп жатқандығымыз баршаға мәлім. Көптеген мемлекеттер тексерудің дұрыс шешім екендігін ерте түсініп, ол істі әлде қашан бастап кеткен. Әлемдегі кейбір ұсақ эпидемиялардың ақш-та таралмауы осы жағдайға келіп соқты деп ойлаймын. Азиядағы Тайвань немесе оңтүстік Корея сынды ковидтің таралуын алдын алған мемлекеттерге назар аударсақ, олар мерс және сарс сынды вирустардың құрбаны болып үлгерген. Оларда ойын ережелері дайын болды, олар ереже бойынша жүріп отырды, және олар мұны жазып та қойған. Бірінші қадам – ПЦР көліктерін анықтау. Екінші қадам – ПЦР машиналарына қажетті материалдарды алу. Сіз білесіз бе, біз бұны бүгінгі күні саналы түрде істеген жоқпыз. Біз шынымен де әлемдегі адамдардың көп бөлігі өмір сүріп жатқан дамушы мемлекеттерде не болатындығын білмейміз. Бірақ қандай да бір сиқырдың көмегі болмаса, өлім көрсеткішінің арту ықтималдылығы едәуір жоғары. Оларға қоғамнан оқшалану қиындық тудырады, өйткені оларға азық табу керек. Адамдар зардап шегуде. Бізде кіріс жоқ, өмір сүру өте қиын. Бұл бізге ғылымның қаншалықты маңызды екенінен сыр шертуі қажет. Ендеше неге ғылымды пандемиядан арылу үшін қолданбасқа? ақш-тың ресурстар бөлетін конгресі бүкіл әлем үшін ITV-ны қаржыландыруда ең жомарт болды. Ауыр дағдарысқа қарсы тұру үшін мен СПИДтен құтылудың шұғыл жоспарын ұсынамын. Америка бүкіл әлемнің денсаулығын жақсартуға айтарлықтай үлес қосты және өлімдердің азаюына жағдай жасады. Оған қоса, менің ойымша қазіргі қысқа уақытта біздің байқап жүргеніміз ақш кірісіп жатқаны бұл әлі де соңы емес. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының қаржыландыруын тоқтатамын. Мен ақш конгресіндегі өзгерістерді көріп тұрғаным жоқ және айтарым. Хей, бұл тек гуманитарлық мәселе ғана емес, бұл стратегиялық қарым-қатынас және бұл бізге үлкен пайда әкелетін жаһандық саудаға қатысқанымыздың арқасында аурудың қайта Америкаға оралмайтындығына сенімді болу туралы мәселе. Әр адам эпидемияға бұрыннан келіп жатқан үміттерін қосады. Мен әрдайым жаһандық ынтымақтастыққа сенгенмін. Бұл адамдардың ең жаман деген жағдайларды назарға ала отырып, олардан сабақ алуды жеке түсініп, және біз бүгінгі күнмен екінші дүниежүзілік соғыс аралығында орын алған экономикалық және инновациялық дамуға айналдыра алу қасиеті деп санаймын, және соған үміттенемін. that this looks like that.